Менің аты жөнім Кішібеков Али Болатұлы. Мен Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Бұлдырт ауылында туып өстім. Жалпы негізі мен Астана қаласы, яғни Астана медициналық университетінің 3-ші курсты бітіруші студентімін. Карантинге байланысты осы наурыз айынан бастап ауылдамын. Таңғы 5-те басталды. Таңғы 5-тен бастап ауылдың тұрмыс-тіршілігі басталады біздерде. Жалпы ең алғаш сол ұйқыдан тұрғаннан кейін осы сиырларды қамап, сиыр сауы басталады. Содан кейін біздерде қой шығару, бұзауды арқандау деген сынды осылай жалғасын табады. Сосын әрі қарай жүгіру басталады. Және де өзімнің бағып жатқан қояным бар. Қазірге 14 қоянымыз бар. Көжектермен бәрін санағанда. Осылай таңертең тамақтарын беріп кетеміз. Осы шаруаларды аяқтап бітіргеннен кейін, яғни спортпен айналысуды ұмытпаймыз. Су жағасына жүгіріп, Бұлдырт өзенінің жағасына дейін жүгіремін, және суға түсіп, өзімнің денемді шынықтырамын. Таңғы жүгіруімізді бастайық. Кеттік. Суда жүгіріп келгеннен кейін мен ең алғаш тренировкаларымнан бастаймын. Таңғы жаттығу десек те болады. Жалпы бұлай жүгіріп жүргеніме мен 3 апта болды. Ешқандай күн қалдырмай күнделікті жүгіріп жүрмін. Ең алдымен су салқын болып жатса, денемізді үйретіп аламыз. Енді жүземіз. Туған жер айналдым сені, бауларым, тауларым мені. Өте керемет. Судан кейін ұйқың ашылып, сергек сезінесің өзің. Туған жерім. Бұлдырт өзенінің қасында өзіміздің ауылымыз, Бұлдырт ауылы тиіп тұр. Жүзіп 4-5 рет жүзіп өтіп келеміз. Енді қайтадан ауылымызға қарай жүргеніміз. Өзімді сергек сезіп тұрмын. Яғни, ол жерде мен қатты жүгіріп, не болмаса, бір жасқа бір дайындалып жатқан ештеңем жоқ. Өзім үшін, денсаулығым үшін жүгіріп жүрген жайым бар. Бәріңізді осылай таңды кереметтей аттыруға шақырамын. Барлықтарыңызға жүгіріңіздер, спортпен шұғылданыңыздар. Жақсы.